Бұл уақия бұнан 2000 жыл алдын жасаған Иса деген адам хақында. Иса хақындағы хақиқатты балалар бірінші болып қашан білген біздер білмейміз. Бірақ бұл уақия бұлай болған болуы мүмкін. Сені ешкім көрмеді ме? Ешкім. Мені де. Сені ше? Менің ойымша яқ. Яқшы, жүр. Беньямин, сен не десең де мен Исаны Құдайдан жіберілген деп есептеймін. Тек қана карамат істегені үшін ба? Ал бұлар сиқыршылық болса ше? Онда сен бұны қалай түсіндіресің? Сол үшін Йоэл саған еш нәрсені түсіндірмей қояйын. Караматларды тек қана жалғыз Құдайды өретеді. Соқырлардың және көре алатынын айтып атырсаң ба? Ала. Мен бұл караматларға сенбеймін. Ал мен сенемін. Сара, бұл жерде не істеп атырсың? Мен ешегіме жем беруді ұмытыппан. Сіздер Иса хақында сөйлесіп атырғаныңызды естігенде менің де тыңлағым келіп кетті. Сен Иса хақында не білесің? Көп нәрсе білемін. Менің кемпір апам оның анасы Мариямды таниды. Ане сол маған ол хақында айтып берді. Оның қалай туылғаны һәм тағы басқалар хақында. Бұл хақиқаттан да таң қаларлық уақия. Мариям апуай ғана қыз болып, ол Насыра қаласында жасайтұғын еді. Ол тұрмыс құрмаған, бірақ Юсуп деген жігітке атастырылған еді. Солай етіп, Құдай оған Жабраил атлы періштені жіберді. Қорықпа, Мариям. Сені Құдай жарылғаған. Сен әмледар болып ұл туасаң, оның атын Иса деп қоясаң. Бұл қалай болады? Еле қызбан ғой. Сенің үстіңе мұқаддес рух түседі. Әм құдіретлі Құдайдың күші саған саясын салады. Сонлықтан да сеннен туылажақ мұқаддес бала Құдайдың ұлы деп аталады. Періште Мариямның жүрегін жарған шығар, я? Егер періште келіп маған сөйлегенде, мен расында да қорқып кеткен болар еді. Ал сонан кейін не болды? Насыра тұрғылары, біліп қойыңлар, Рим патшасы... Үкімет барлық адамдар өз туылған жеріне барып, тізіміне өту керек деген низам шығарды. Яғни, өз атларын қандай да бір тізімге жазулары керек. Арман шықты. Әр бір адам өзінің... Солай етіп Юсуп Мариямды алып, өзі туылған Бейтлехемге жол алды. Олар Бейтлехемге жетіп келгенде, қаланың іші халыққа толы болып, олар жайғасқандай орын да қалмады. Хаялымның ай күні... Еш жерде орын жоқ еді. Һәм оларға мал қораға орналасуға тура келді. Мынаған ұқсаған ба? Ауа, дерлік сұмдай. Тап сол түнде Иса туылды. Ал тауларда бұл жерде онша ұзақ емес жерде шопанлар бар еді. Олар өз қойларын бағып жүреді. Һәм күтілмегенде періштені көріп қалды. Бүгін түнде Дауыттың қаласында сіздердің құтқарушыңыз Масих туылды. Шопанлар дархал баланы көру үшін барды. Ал ол болса ақырда жатыр еді. Көз алдыңызға келтіре аласыз ба? Олар оны менің ешегімнің жем жейтұғын ақырына ұқсаған ақырға жатқарып қойды. Иса туылғаннан кейін Мариям мен Юсуп оны Иерусалимдегі ибадатханаға алып барды. Олар сол жерде Құдайды сүйетұғын Шимон атлы бір адамды ұшыратты. Өзің айтқандай, енді қолыңды бұл дүниядан амарлық пенен жібере көр. Құдай Шимонға Исаны көрмегенше өлмейтұғынын уәде еткен еді. Себебі көзлерін құтқарушыны көрді. Бұл баланы Құдай таңлаған. Сіздерге Құдай яр болсын. Кішкене Иса үлкейіп, һәм менің ойлаған, айтқан, һәм істеген әрбір жаманлықларын кешіру үшін Құдайдан таңланған еді. Иса туылды, үлкейді. Ал ол бала болды ма? Әлбетте болды. Кемпір апам ол Мариям һәм Юсуп пенен 12 жасында Иерусалимге барғанлығын айтатұғын еді. Иса ибадатханаға келіп, мұғалімдер менен сәубетлесетұғын еді. Бұл сұрауларды беріп отырған кімнің баласы? Ол Насыралы. Біздер оны қасымызда деп ойлаған едік. Оның әдепсіздігін кешірім.
Кейін Иса ата-анасы менен үйіне қайтты. Ол күннен күнге ақыллы болып бара берді. Оның жолын түзетіңдер. Әрбір ойбатлық толтырылсын. Бір күні Иса Яхия шомылдырушыға келді. Яхия Құдайға кім бойсынса ғана тек соларды шомылдыратығын еді. Сол күні ол Исаны да шомылдырды. Ол жерде кімдер бар болған болса, солардың әмесі аспаннан келген Құдайдың даусын естіді. Сонда Құдай былай деді: "Бұл менің сүйікті ұлым, мен оған ырзамын." Ол онан кейін не істеді? Ол ел аралап, саяхатқа шығып, әммеге Құдай хақында айта баслады. Сәлем. Сәлем. Иса өзі өскен Насра қаласына келді. Бір күні ол мәжлисханаға келгенде ақсақалдар онан Құдайдың кітабы болған мұхаддис жазуды оқып беруін өтініш етті. Иса мұхаддис жазудан жердегі әмме адамлар Құдай менен бірге мәңгіге жасау үшін оны жерге жібергені хақындағы үзіндіні оқыды. Құдайның рухы менің үстінде. Ол мені жарларға қош хабар айту үшін таңлады. Тұтқынлардың азат болатуының, соқырлардың көретуінің хабарлауға, азап шеккендерді азат қылу үшін, Құдайдың құтқаруы жақындағанын айту үшін тайынлады. Ол дұрысын айтып атыпты. Ол жүдә жақсы сөйледі. Ақиқат ол Шаяның кітабынан. Ол Исра Юсуптың баласы. Масих қашан келер екен? Ол жақсы күшті ұстаз. Ол дұрысын айтып атыпты. Сіздер ескен мұхаддис жазулар бүгін орынланды. Жазулар орынланды? Оларды тек Масих қана орынлай алады. Сіздерге айтатыным, ешбір пайғамбар өз отанында қабылданбайды. Бірақ бұл елі соңы емес. Иса Галила теңізіне барды. Тереңірек жерге жүзіп барып, өз жолдастармен балыққа ау сал. Ұстаз, түні менен ау салып, еш нәрсе ұстай алмадық. Бірақ сенің сөзің бойынша ауды саламан. Яқып, Юхан! Яқып! Юхан! Derman gelingler! Bizlerge yardım veringler! Yardım Меніңше Петр сол уақытта Иса Құдайдың ұлы екенін түсінді. Бірақ Петр қорықты, ол өз өмірінде сонша қателер істеген еді. Ол өзінде күнәкар адамды ұсындай мұхаддис, һәм күшлі Исадай біреу қалай қабыл ете алатынын түсіне алмады. Ием, қасымнан кет. Мен күнәкар адамман. Қорқпа. Мен кетуім керек. Менің де уақытым болды. Мен де. Яқшы онда. Көріскенше. Яқшы онда. Бенямин, қай жерде едің? Және достарың менен қыдырдың ба? Ауаға. Халептесілер менен беді? Ауаға. Мен саған неше мәрте соның менен сөйлеспе деп едім. Ауаға. Білесің бе, оның әкесі Иса хақында әрқилі өтірік көсеккесін еді. Бұның несі жаман? Біздер Құдай бізге ұлы патшаны жіберетұғына сенеміз. Сенің достыңның әкесі сол патша ақырда туылғанына сенеді. Бұл мылжың қап қой. Егер Халиптің әкесі ақ болса ше? Яқ Бенямин, ұсының менен гәп тамам. Яқшы аға.
Оны шақырыңлар, себебі ол жыдай жақын. Нақақлар өзінің жолынан, ал нызамсыздар өз пікірінен қайтсын. Егер иеңізге бет бұрсаңыз, ол сіздердің барлық күнәларыңызды кешіреді. Себебі ол мейірім шапатлы. Солай етіп, шатлықпенен барсаңлар, аманлықпенен шығарып салынасыздар. Кымаң, қазір мен сіздерге бүгін не болғанын айтып беремен. Иса мәжілісханада адамларға Құдайдың сүйіспеншілігі хақында айтты. Жайдың ішінде көплеген адамлар жиналды. Хам сыртта да пөткіл аламан оны күтіп тұр еді. Иса, өтінемін, қызыма жәрдем ет, құтқара көр. Ол 12-ге шықты, ол өле жақ, Иса. Бірге барайық, Иса. Яйыр, пайдасы жоқ. Яйыр, оны өз халына қой. Қызың өліп қалды. Енді ұстаздың тынышын алма. Қорқпа. Тек сен қызым құтқарылады. Ол тәуір өкілі деген, солай ма? Солай ма келе? Айда болуы мүмкін бе? Ол қалай істей алады? Болады. Қызым, Түргел. Оған ауқат беріңдер. Яғай, сонда болды ма? Ауа, оның бұрын ауырғанына да сен оқиын еді. Біздің ағам Исаның достарын адұрыс іслеген, және олардың бәрі күнәкарлар дейді. Ауа солай, бірақ Иса олар жақсы көреді, һәм олардың кім болуына қарамастан әрбіріне қамқорлық етеді. Ағам маған Матта деген адам хақында айтқан еді. Ол қала дарвазасының алдында салық жинап отырады екен. Ісім Мейер. Матта Исаның таңдаған 12 шәкіртінің бірі еді. Бұл оның менен әмме жерде бірге жүріп, Құдай хақында айтатығын оның ең жақын достары еді. Олардың ішінде Петр деп аталатығын Симон бар еді. Петрдің інісі Андрей, Яқып, Юхан, Филипп, Бартоломей, әлбетте Матта, Томас, және бір Яқып, және бір Симон, Яқыптың ағасы Яхуда һәм Яхуда Искариот. Бұның барын қалай есеп қалдың? Ол жида ақыллы ғой. Өзің ақмақ болғаннан кейін солай ойлайсан. Өтірік! Өзінің қары ешігінен де ақмақ. Мен, ол менің достым. Кім мен? Кім? Кім оған? Солай ма? Кім мені тоқтаталады? Кім? Аузына Ілдір оны. Көрсет оған. Кәнеке бол. Аузына. Шеше қаразылар. Ұр аузына. Аузына ұр. Ой, ашып кетті. Жараны емлемесе асқынып кетеді. Не болды? Ол төбелесті. Мен сенен сұрап атырған жоқ, Лия. Кешірім. Мен Халиппенен төбелесіп қалдым. Олар Иса хақында сөйлесті. Ол бәрхула достарыменен Сараның малқорасында ұшырасады. Иса хақындағы бұндай сәубетлесуден еш нәрсе күтпе. Ол біздердің патшамыз емес, бола алмайды да. Аға, бірақ ол растан да Құдайдың ұлы болуы мүмкін. Болды, қысқарт. Сен балаң менен жүді қатал емессің бе? Мен олай ойламаймын. Бірақ тез арада бұл әхметке болмайды. Исаның тараптарларының ішінде сатқын бар болуы мүмкін. Егер солай болса, онда ол тынышлықты ұзақ сақлай алмайды. Дұшпаныңды жақсы көр. Өзіңді жек көретінларға жақсылық қыл.
Сені қарғайтыңларға жақсы тілекле. Пісент етпейтіңлар үшін дуа ет. Бетіңнің бір жағына ұрғанға, екінші бетіңді тұт. Шапаңды тартып алғанға, көйлеңді алуға рұқсат ет. Сенен сұраған әрбір адамға бер. Сенікін алған адамнан қайтарып беруді талап қылма. Басқалардан өзіңе не қалесің, сен де соны істе. Мен оның кім екендігін білгім келеді. Сен оны Масих деп ойлайсың ба? Масих деген нені білдіреді? Олар бұны мажылысханада сөйлесті. Масих дегеніміз бұл уәде етілген деген. Жүріңдер, ізден барайық. Қандай ажайып ауғатлар солай емес пе? Сіздер Исаның караматларын көрдіңдер ме? Оған сені қиын. Ол күнәкарлар менен, салықшылар менен де достаса деген. Ава, достаса береді екен. Ол бұл жерде не қып жүр? Білмедім. Ол не үшін келген? Ол не істеп атыр? Егер ол пайғамбар болса, оған қолын тигізіп тұрған хаялдың кімлігін, һәм оның қандай хаял екенін білер еді. Ол күнәһар хаял ғой. Симон, оның кім екенін білемін. Маған құлақ сал. Бір қарыз берушінің екі қарыздары бар екен. Біреуінің 500, басқасының 50 динар қарызы болыпты. Бірақ олар төлей алмағандықтан ол екеуін де кешіріпті. Қайсысы оны көбірек жақсы көреді? Менің ойымша қарызы көбірек кешірілген. Ава, дұрыс айтасың. Бұл хаялды көріп тұрсам ба? Үйіңе келгенімде сен маған аяқларым жуатын суда бермедің. Ал ол болса көз жастарымен аяқларым жуып шаштарымен сүртті. Сен менің бетімнен де сүймедің. Ал ол мен келгеннен бері аяқларым сүйіп атыр. Сен болса басыма майды жақпадың. Ал ол аяқларыма иісмай жақты. Шынын айтаман. Сүйіспеншілігі күшті болғандықтан оның көп күнәлары кешірілді. Себебі кім аз кешірілсе, сол аз жақсы көреді. Күнәларың кешірілді. Оны қалай кешірілді? Сені мұң құтқарды, амин, сен бары бер. Аға, мені жоғарғы көтер. Масих ме отыр? Тап өзі. Енді көрдің бе? Мен сені көрдім. Әне ол келеді. Қараңдар. Мынау пайғамбар ма? Пайғамбар? Бір тұқым себуші тұқым себуге шығыпты. Тұқымлардың базылары жол шетіне түсіп аяқ астында қалыпты. Құстар оларды шоқып жеп қойыпты. Базылары тастаққа түсіпті. Көгеріп шыққанда ағалық аз болғандықтан қурап қалыпты. Базылары тікелер арасына түсіпті. Тікелер олармен бірге өсіп, тұншықтырып тастапты. Басқалары өлімлі жерге түсіп, өсіп шығыпты. Һәм олар 100 есе зүрәхет беріпті. Бұл тұмсалдың мәнісі мынандай. Тұқым, бұл Құдайдың сөзі. Жолға түскенлері мынаны білдіреді. Олар сөзі естеді, бірақ сенбеуі һәм құтқарылмау үшін шайтан келіп жүректерінде сөзді алып кетеді. Таслаққа түскенлері мынаны білдіреді. Адам сөзді естіп, қуанышпен қабыл етеді. Бірақ тамырсыз болғандықтан, уақытша ғана сеніп,
сынау уақыты келгенде иманнан қайтады. Ал тікелдер арасы түскенлері мынаны білдіреді. Адам сөзді естеді, бірақ ташвишлер, байлық һәм хәзілдер астында тұншығып, зүрәтіп піспей қалады. Ал өнімлі жерге түскенлері мынадай. Адам сөзді естеді, оны жақсы һәм пәк yolunda сақлап, шыдамлық пенен зүрәт береді. Davuldu tınışlandırdı koyay. O şavuttu toplattı. Denizden tınışlandırdı. Karıldı. Kırı kaldı. Сеніміңіз қане? Маған бұнысы ұнады. Бұл қанша тұрады? Натан. Сізлер естіңіз бе? Иса жақын жерде. Ол берман келатыр ма? Ол қалаға жақынлады. Жүріңдер, біздерде баруымыз керек. Кеттік. Беньямин, сен ұрғаның үшін кешіресің бе? Ұстаз, халықты тарқатып жібер. Атраптағы ауыл илатларға барып, ауқат тапсын. Себебі бұл бір илатсыз жер ғой. Оларға сіздер ауқат беріңдер. Біздерде 5 нан менен тек 2 балық бар. Өзінің ұлылығы үшін жерімізге нанын әметкен Құдай иемізге шүкір. Ол не деген қарамат? Бұл қарамат қой. Адам ынанбастай хадисе. Расында да сен эле Иса Кудайдын улу экенине сенбейсең бе? Сен қаяқта едің? Аға, мен расын айтуым керек. Біздер Исаны көруге бардық. Не үшін? Мен көзлеріменен көрсем де сен алмай атырман. 2 балық пенен бірнеше наннан ол бүткіл аламанға жететұғын ауқат сіледі. Йонатан, ол хақиқаттан да Масих болса ше. Бұл пәтуасы сөзге сене көрме.
Біздер не істеуіміз керек? Мұқаддес кітапта не жазылған? Оны сен қалай түсінесің? Ең болған құдайыңды, бүткіл кеуілің, бүткіл жаның, бүткіл күшің, бүткіл ой көрісіңменен жақсы көр. Өзіңді жақсы көргеніңді жақынды да жақсы көр. Осылай істесең, мәңгілік өмірге ерсесең. Менің жақыным кім? Бір адам Иерусалимнен Ерихоға кетіріп, қарақшылардың қолына түсті. Қарақшылар оның киімдерін шешіп алып, сабап өлімше етіп тастап кетіпті. Тосаттан бір рухани сол жерменен жүріп, оны көріпті де жанына өтіп кетіпті. Бір левилі де сол жерге келіп, оны көріп, ол да қасына өтіп кетіпті. Бірақ бір самарялы адам өтіп баратырып, оны көргенде жаны ашыпты. Жанына барып жарақаттарын май һәм шараппен жуып таңыпты. Оны ешегіне мінгізіп мейманханаға алып келіп, оған қамқорлық көрсетіпті. Ертеңіне кетіп баратырып 2 динар шығарыпты да мейманхана иесіне беріп, оған жақсылап қара. Егер бұнан артық қаражат шығарсаң, қайтып келгеннен соң төлеймін депті. Енді осы үшеуінің ішінде қайсысы қарақшылардың қолына түскен адамның жақыны болады деп ойлайсың? Оған мейірімділік көрсеткені. Сіздер де солай істеңдер. Кішкене балалардың маған келуіне рұқсат беріңдер, оларға тосқынлық жасамаңдар. Себебі Құдай патшалығы осындайлардікі. Сіздерге шынын айтамын. Кімде-кім Құдай патшалығын кішкене бала сияқты қабыл етпесе, ол оған кіре алмайды. Кімде-кім бұл баланы менің атымшы қабыл етсе, оның мені қабыл еткені болады. Ал кімде-кім мені қабыл етсе, оның мені жібергенді қабыл еткені болады. Себебі араңызда кім ең кішкене болса, сол ең ұлы болады. Садақа берің, садақа берің. Өтініш, егер бар болса аздырақ берің. Өтініш, жәрдем берің, жәрдем. Өтіп баратырған кім? Насыралы Иса өтіп барады. Иса! Дауыттың ұрпағы! Маған рахмет! Қараматлар көрсет алады. Мүмкін ол әмен нәрсені өзгерте алатын шығар. Қызық. Ай, ол біздерге де жәрдем бере алар ма екен, а? Сұрап көрейік. Сен үшін не істеуімді қалайсың? Көзлерім көрсін. Көзлерің көрсін. Сені құтқарды. Көріп тұрман. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Оның көзі ашылды. Көріп тұрман. Қарамат, ә? Таң қаларлық қарамат. Оның көзінен нұр келді. Құдайға шүкір, Құдайға шүкір. Ай, бұлайла Насыралы Иса. Қарамат, қарамат. Сен қоя тұрса еді, арна кеде Біздерге жол көрсет, ем. Алла, мен де оны көріп тұрмын. Мына адам неге терекке өлмелі атыр? Ол кішкене еш нәрсе көре алмай атыр. Зақай, төменге түс. Бүгін мен сенің үйіңе бараман. Менің үйіме? Ол күнәкар адам үйіне оның үйіне кім баратығын еді? Ол соның үйіне ме? Мен еш уақытта бармаған болам. Зақай Исаның қасынан қанеді екен? Ол салық жинаушы байбатшы ғой. Ол байбатшы. Оғырым мазалы. Өтініш, тұрақта беріңіздер. Алмалар ма? Ажайып. Ажайып, рахмет, құдірет. Үшіміздер ме? Тыңлаңлар. Мал мүлкімнің ярымын жарларға бөліп беремін. Кімнің хақын жеген болсам, 4 есе артығыменен қайтарып беремін. Көздеріме сенбеймін. Салықшының өзі қайтарып беріп атыр. Ал мұнауың жаңалық қой. Бүгін бұл үйге құтқарылу келді. Себебі бұл адамда Ибраимның ұрпағы ғой. Адам ұлы адасқанлар тауып құтқару үшін келді. Тыңлаңлар.
Міне біздер Иерусалимге баратырмыз. Сонда пайғамбарлардың адам ұлы туралы жазғалардың әммесі орыланады. Ол басқа миллет адамларына ұстап беріледі. Олар үстінен күліп, масқаралайды, бетіне түпіреді. Әм қамшылап сабап өлтіреді. Үшінші күні ол қайта тіріледі. Сәлем, Сара. Сәлем. Сәлем. Қараңлар, бұл жерде бір нәрсе өзгергенде, я? Ауа, Сараның ешегі жыртылған. Ол жоғалған жоқ. Мен оны уақытша беріп тұрдым. Сен ғар ешегің кімге керегі бар? Biemizin attan keluşu paçamız jarıkanlar. Nasıl istermesen ha? Anne, ol kıyamlar. Bizim paçamız kıyamlar. Yeni paçamız. Ustaz, şakirtlerine tıyım sal. Sizlerге айтатығынам. Оларын демей қалса таслар бақырады. Саған тынышлық һәм аманлық болсын. 5, 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. İsa неге ашуланып жатыр? Бұл жерде Құдайға сыйынудың орнына абадатхананы базарға айландырып жібердіңдер. Менің үйім дуа ететін үй болады делінген. Ал сіздер оны қараштар ұясына айландырдыңлар. Ол менің балаларыма бұратыр, сау болсын! Міне, бар жоқ екеу. Неге бұншаз? Шынын айтаман. Бұл ғарип жесір хаял әммесінен де көп салды. Себебі бұлардың әммесі өз байлықларының ауысқанын салды. Ал бұл хаял жарлы болса да, күн көрісі кереклі барлық ақшасын салды. Ustaz, haqiqatты айтып, тәлім беріп атырғаныңды, ешкімнің бет жүзіне қарамай, Құдайдың жолын үйретіп атырғаныңды біздер білеміз. Айтшы, Қайсарға салық төлегеніміз низамға қарсы ма, я қарсы емес пе? Абайлы бол, сөзіңнен тұтажақ. Маған динарды көрсетіңлер. Күмістен кете ме? Бұнда кімнің суреті һәм аты бар? Патшаныкі! Олай болса патшаныкін патшаға беріңлер. Құдайдыкін Құдайға беріңлер. Әлбетте. Ал бұған не дейсің? Ауа дұрысын айтты, дұрыс. Қара, бұл Петр ғой, сен қалай ойлайсың? Ол не қылып жүр? Меніңше ол құтқарылу байрамына азық алып жүр. Азап шекпесінен бұрын бұл байрам асын сіздермен бірге жеуді қатты қалеген едім. Шынын айтаман. Бұл Құдай патшалығында орынланбағанша мен бұл асты енді жемеймін. Біздің Құдай иеміз, патшалар патшасы.
Осы жүзім жемісін бергеніңе шүкір. Алыңлар, өзара бөлісіп ішіңдер. Біздің Құдай иеміз, патшалар патшасы. Нан бергенің үшін шүкір. Бұл сіздер үшін берілетін менің денем. Мені естеп тұруыңыз үшін ұсылай істеңдер. Бұл кесе менің сіздер үшін төгілетін қанымменен бекілетін жаңа келісім. Міне, мені сататын адамның қолы менің қолыменен бір дастырғанда. Адам ұлы Құдай алдын ала белгілеген жол менен баратыр. Бірақ оған сатқылық қылушы хәзірет шегеді. Қолынан келеді екен. Оны кім істеуі? Сіздердің арамызда қандай адам жоқ. Істеуге барылады екен. Сатқысы кім екенін айт. Ием, сеніңменен бірге қамаққа да, өлімге де баруға таярмын. Петр, саған айтатыным. Бүгін қора шақырмастан бұрын менен 3 мәрте танасаң. Қазылар өз күмін шығарды. Йонатан, не болды? Меніңше бұл патшаның билік етуінің ақыры жақындап қалды. Мен қазықанадан хабарландырып алдым. Исаның шәкіртлерінің бірі Яхуда Исхариот оны қамаққа алуға жәрдем беретінін айтты. Олар оны бұған қалай көндірді екен? Жүда аңсат. Жәмі 30 күміс теңгеге. Пеш құрын. Олар Исаны ұстап алып, оның қашып кетпеуі үшін әмме нәрсені істейді. Яқ. Керек жоқ. Яхуда. Адам ұлын сүйіп тұрып оған сатқылық істесем бе? Ием, қанша мен шауып тастайық па? Оны қолға алыңлар. Тоқтатыңлар, жетер енді. Бұл таң қаларлық қарамат. Жинаятшыларға қарсы шыққандай болып қылышам шоқмыр алып келіпсіз. Әр күні сіздермен бірге абадатханада болғанда маған қол көтермедіңдер. Бірақ енді заман сіздердікі. Әзір қараңғылық үстемлік етеді. Тұтқынға алыңлар. Mine paçanın kiyemi. Ne buladığının bizlerge de açsış. Ulluk karışı, sen bizlerde kutkarasan ba. Bolda İsa meni birge edi. Yok, men onu tanımayman. Оларды бірге көрген едім. Сен де солардың біреусің. Yok, olay емес.
Құлақ салыңлар, бұл да Иса менен бірге еді. Ол да Галилалы. Қойсы. Не айтып тұрғанды түсінбедім. Натан. Бинамин, не болды? Иса қауіп астында. Тезірек басқаларға хабар беру керек. Сені кім ұрды? Айт. Болша, енді кім ұрды? Тоқтатыңлар. Тоқтатың деймен. Оны кеңеске алып барыңлар. Жүр. Айтшы, сен масиқпсың. Егер айтсам, сіздер сенбейсіздер. Егер сіздерден сұрасам, жауап бермейсіздер. Ендігіден бұлай адам ұлы Құдайдың оң жағына отырады. Сонда сен Құдайдың ұлысың ба? Сол екенді өзің айттың. Бұндай деп айтуған кім құқ берген? Бұндай деп айтуған кім құқ берген? Оның не айтқанын барлығымыз естік. Біз оны Пилатқа алып барамыз. Оны үкім етуге жазалау керек. Жазалау керек. Айымау керек. Жазалау керек. Исаны Пилатқа алып баратыр. Пилатқа? Ол римдіктердің ең жаман басқарушысы ғой. Ол атанақ ағашларда көп мыңлаған адамларды шегелеген адам ғой. Жүр. Таң азан менен менде қандай жұмысларыңыз бар еді? Біздер оның қалыпты жолдан азғырып жүргенін көрдік. Ол Ибадатханадағы базарда халыққа қозғалаң салды. Оның жазасы қандай болады? Оны қамап тастаң. Бұл адамнан ешқандай айып таппай тұрман. Ол айыпкер. Ол патшаға салық төлеуге қарсы шығып, өзін масиқпан, яғни патшаман деп атайды. Патша? Сен яһудилердің патшасымсың? Өзің айтып тұрсаң. Ісің Галиладан баслап осы жерге дейін жетті. Галилада? Сен Галилалысың ба? Олай болса, оның менен Херод шұғыллансын. Әзір Херодтың өзі де Иерусалимде емес пе? Херодқа алып барыңлар. Солай айтып сен өзіңді кім деп атадың? Шәкіртлер деп ат бергенлерің кімдер? Сені караматлар көрсете алады деседі? Маған да біреуін көрсет? Мырза, ол барлық адамлардың ақыл ойын улап жүр. Өзін патша деп атайды. Патша? Ол патша ма?
Mәртебелі мырзамыз. Жазалаң оны. Пилатқа алып барыңлар. Бұл жер оның қарамағында. Бұл адам өлімге лайықлы іс істемеген. Мен оны жазалап, азат қыламан. Байрамға байланысты бір тұтқынды босатып жіберуіңіз шарт. Сіз бізге Барабаны бізге барабаны шығар. Оны атана қағашқа шегелет! Оны атана қағашқа шегелет! Оны сен сабайсың. Kaçınlar! Ketinler! Yoldaşınlar! Kenşeginin! Жүрдігінде жүр! Бірақ олар оны өлтірмейді ғой, я? Түрген! Тұр! Sen! Atın kön! Френелі Симонман! Sen alıp barasın. Arman git! Yarmasa vermeyin! Tönün geçsin, bir yakka, bol tez! Tezirek! Yendi jür, bol! Kettik! Arkandı bosatınlar! Әке, оларды кешіре көр. Олар не істеп атырған білмейді. Басқаларды құтқарды, енді өзіне өзі құтқарсын. Егер сен Масих болсаң, өзіңді құтқар, төс атанақтан. Өзің үшін карамат сіле. Ана жерге не деп жазылған? Ол яхудилердің патшасы. Егер Иса патша болса, олар неге бұлай істеп атырыпты? Білмедім.
Қалай ойлайсың? Ол растан да Масих шығар. Не болып жатыр? Әке, сенің қолыңа рухымды тапсырамын. Мен ұстаз үшін қабір дайырладым, һәм оны алып кетпекшімін. Ала қойыңлар. Кешірерсіз, біздер иеміздің денесі үшін келіп тұрмыз. Яқшы, өзіңіз білесіз. Бірақ тезірек, шембі күні келеді. Біздер Исаны енді қайтып көрмейтінімізге сенгім келмейді. Сіздер не? Исаның барқұла тәкрарлағанын естіле алмайсызлар ма? Не? Менің есімде, оның өзі 3 күннен кейін және тірілемен деді ғой. Қараңлар, тасталып тастаған. Сіздер не үшін тіріні өлілер арасын іздеп атырсыздар? Ол бұл жерде жоқ, ол қайта тірілді. Оның сіздерге адам ұлы күнәкарлар қолына ұсталып беріліп, атанақ ағашқа шегеленеді, һәм 3-ші күні қайта тіріледі дегенін еске түсіріңдер. Тыңлаңлар, қабірдегі тас алып тасланған. Қарасақ, иеміздің денесі жоқ екен. Рас, жоқ. Не? Иеміздің денесі жоқ? Бірден жарқыраған киімлі 2 періште пайда болып, біздерге, сілер неге тіріні өлілер арасынан ізлеп атырсызлар, деді. Бұл хақиқат? Олар не ақында айтысып атыр? Шынында да рас бекен? Сеніңдер. Бұндай болуы мүмкін емес. Бұл хақиқат. Қабір бос болып, ол жерде біздің иеміздің денесі жоқ еді. Петр, сен бізге сенуің керек қой. Иеміз хақиқатында қайта тірілді. Ол Симонға көрінді. Ол біздерменен бірге жүрді.
Оны танымадық. Оны нанды сындырғанда танып қалдық. Ема уста, ол жерге неге барды екен? Ассаламу алейкум. Неге албырап тұрсызлар? Неге гуманлы ойларға берілесіздер? Міне, қолларым менен аяқларыма қараңлар. Бұл менің өзіммен. Сіздер көріп тұрғандай аруақта ет менен сүйек болмайды ғой. Сіздер менен бірге болғандағы айтқанларым міне ұсы. Мен туралы Тауратта пайғамбарлардың жазуларында һәм Забурда жазылғанлардың һәммесі орындалу тиіс. Бұлай деп жазылған. Масих азап шегіп, 3-ші күні қайта тіріледі. Иерусалимнен бастап, һәмме халықтарға оның аты менен тәубе ету һәм гуналардың кешірілуі жарияланады. Халип маған Иса Құдайдың ұлы дегенде, мен сенген жоқ едім. Бірақ мен Исаның таңқаларлық караматлар істегендерін көрдім һәм оның Құдайдың сүйіспеншілігі хақында айтқанын естім. Мен және оған қандай жаман қатынаста болғанын, оны сабағанын көрдім. Оны атанаққа шегелегенін, қалай өлгенін, оның денесін атанақтан қалай босатқанын көрдім. Һәм мен Исаны және көремен деп еш ойламадым. Ал соңында карамат болды. Құдай өз уәдесінде тұрды. Ол Исаны өмірге қайта әкелуге уәде берді. Егер біз Исаның Құдайдың ұлы екеніне, һәм ол біздер үшін құрбан болғанына сенсек, онда оның менен бірге мәңгі жасаймыз. Мен қуанышлымын, себебі мен ұсын қалеймін. Міне уақияның һәммесі. Һәм бұл хақиқат. Халеп, Иоил, Натан, һәм Биньямин менен бірге сен Исаның кім екенін көрдің. Сен Иса Құдайдың ұлы екеніне қалай сенгенімді көрдің һәм естің, һәм оны менде жасау үшін мәрәт еттім. Сенің де шешім қабылдау уақытың келді. Қазір сен Исаның сені кешіруін қалайсың бе? Сен былай деуің мүмкін. Мен түсінбеймін. Ямаса, тәслеп анам я ағамнан сорап алайын. Ямаса, мен елі тайын емеспін. Яқы былай деуім мүмкін. Ауа, мен Исаны жүрегіме шақырғым келеді. Исаң барлық күналарымды, барлық жаман істерімді, ойымды һәм сөздерімді кешіргенін қалеймін. Сен және оның менен мәңгіге бірге жасағым келеді деп айта аласың. Егер мақұл десең, бұны Құдайға өз сөзің менен яки мынадай дуа ету арқалы хабарласып көр. Қымбатлы ием, Иса сенің ұлың екеніне сенемін. Исаның атанақ ағашта менің натур іслерім үшін, ой һәм сөзлерім үшін құрбан болғанына міннеттармын. Өтініш, менің күналарымды кешір. Иса менен бар құлла, мәңгіге бірге болсын. Менің қандай болуымды қалесең, сондай болуыма жәрдем бер. Менің дуама жауап бергенің үшін рахмет. Сен әзір сөйтіп дуа етуді қалесең бе? Егер сен қайыл болсаң, біргелікте Құдайменен сөйлесеміз. Мен дуа етемін. Ал сен менің айтқанларымды үзбес қайталап тұр. Иеміз Құдай, Иса сенің ұлың екеніне сенемін. Исаның атанақта менің барлық натуры іслерім, ой һәм сөздерім үшін құрбан болғаныңа миннеттармын. Өтініш, менің күналарымды кешір. Иса менің менен бірге болып, һәмеше менде жасасын. Саған ұнайтығындай адам болуыма маған жәрдем бер. Дуаларыма жауап берген үшін рахмет. Амин. Құдайға сен һәм бар құла ядыңда болсын. Ол сені сүйеді, кешіреді, һәм бар құла сенің жүрегіңде жасайды. Егер сен біздер менен бірге дуа еткен болсаң, бұл хақында әке шешеңе, ата енеңе я достың айтып бергенің мақұл. Сен өміріңдегі ең қызықлы уақияларды баслайсың. Бұл Иса һәм оның әкесі Құдай менен достық. Міне Құдайды жақсы тану һәм сүю үшін 4 мәслихат.
Оның кітабы мұқаддес кітапты әр күні оқы. Құдай өз кітабында көп уәделер берді. Құдай менен сөйлес. Құдай менен һәмме нәрсе хақында бар құлла һәмме жерде сөйлесуге болады. Өз жақынларыңа Иса менен достығың хақында айт. Оны сүйетұғын һәм білетұғын адамлар менен көбірек болуға талпын. Біз саған Иса Масих хақындағы хақиқи уақияны айтып бергенімізден қуанышлымыз. Енді сенің кезегің. Достарыңа айт.